жыл басына таласқан хайуандар. Ең ерте заманда хайуандар жылдың басы болуға таласыпты. Сонда жылқы айтыпты: мен алысты жақын қыламын, күшімді көреді, сүтімді ішеді, қылыма шейін арқан жіп өседі. Адамға менің пайдалы мал жоқ, жыл ағасы мен боламын. Түйе айтады: сен адамның жұмысын қыласың, сұлы шөп асайтын тамағың үшін құл болдың. Міне, мен сен көтере алмайтын ауырды көтеріп, неше айшылық алыс жерлерге барамын. Аш болдым деп арпа, сұлы сұрамаймын. Көде болса көде, жусан болса жусан. Не кез келсе соны қорек етіп, табылса су ішіп, табылмаса шөлде де жолға жүре беремін. Жыл басы болу маған лайық. Сиыр айтады: Адам егін ексе, менімен егеді, сүтімді ішеді, құрт май істейді. Жыл басы болуға мен лайық. Қой айтады: Мен болмасам, қазақ үйін немен жабар еді. Жүнімді алып киіз басады, жабағымнан киім тігеді, арқан жіп еседі. Сүтімнен құрт май алады, шаруаға менен пайдалылар жоқ. Ит айтады: Мен болмасам, сендердің көбінде не ұрлап, не қасқыр жеп тауысар еді. Мен сендердің баршаларының, бақташымның дұшпан көрінсе үріп, абалап, иеме хабар беремін. Тауық айтады: Мен болмасам, кісі ерте жұмысына бармай ұйықтап қалар еді. Мен ерте тұрып, таң атты деп шақырып, хабар айтамын. Кеш болса, жатар мезгіл болды деп тағы шақырамын. Тышқан не айтарын білмей тұрады да бір түрлі қолы ойлап жиылған көпке айтады: Бұл таластан еш нәрсе өнбес. Жылда қарап тұралықты кім бұрын көрсе, сол жыл басы болсын. Өзгелері қарап тұрғанда түйенің өзінің бойына сеніп, менен бірін кім көреді деп тышқанның сөзін қостайды. Бәрі қарасып тұрады. Біраздан соң тышқан жорғалап түйенің өркешіне шығып отырады. Көп хайуан таласып, біз көреміз деп тұрғанда, ең биікте отырған тышқанды көріп, еш нәрсе етемепті. Сонан соң жылды бәрінен бұрын тышқан көріп, хабар беріп, жыл басы болыпты. Түйе бойына сеніп құр қалыпты.